қалай ойнайды маған? Турник есебінде. Жоқ, ойнап көрсеңізші көрейік та. Қалай ойнауға болады? Жас балдары асыл тұратын турник есебінде. Жастар асыл, сіздерге болмайды. Саябақ екен. Мына жерде Алтыбақан дейді. Алтыбақан тек қана темір тұр. Мынау қоршауы бар екен. Бұл жерге 19 миллион ба? Мұны ипі Қазбек деген бір көзден алған екен. Өрмекші басып кеткен ғой. Неге сіз жалған ақпарат беріп тұрсыз? Жоқ, әркім кешірім жақын ашады қазір. Өмірі ашылмаған ғой мынау. Мына қараңыз, өрмекші басып кеткен. Мына жер тікен. Сонда қалай бұл кешке ашылады? Мияқтан да есік бар, мияқпен де келе береді. Мына парадный вход емес па? Мияқпен де кіреді, мияқпен де кіреді. Негізі мынау кіретін жер емес па? Мына қараңыздар, міне. Бұл жерге ешкім кірмеген біраз уақыт. Мына жердің бәрі тікен басып кеткен. Алтыбақан тұры анау, сахнасының түрі мынау. Киіз үй дейді, киіз үй жоқ. Жоқ, киіз үй көрсетеді. Жоқ, адамдар не үшін келеді бұл жерге? Жоқ, основны анаяқпен кіреді, өйткені игровой площадка анаяқта да, сояқпен келеді. Жүріңіз көрейік. Мына 24-тегі жұмыс па? 22-де 24-тегі. Бұған қанша ақша бөлінді? 23 миллион бөлінді ма? Ақш конкурс тәрісімен ұтылғаным. 23 миллион бөлінген, сапасыз, скамейкасының түрі мынау. Бұл балдарға арналған, бұл Көксу ауылдық округінің балдарына арналған ойын. Бұл ойын алаңшасы. Мына жерде тек жылқылардың жүрген іздері жатыр. Мына жерде скамейка. Бұған қалай отыратынын білмейміз. Мінекей жақында ғана табысталған екен, яғни 2024 жылы. Міне көрдіңіздер ме? Мынаның барлығы өте сапасыз дүние. 23-те ойын алып, өтпелі болып, 24-те қабылдап. 24-те қабылдап алдыңыздар ғой. Шашылып бәрі үгітіліп, қопарылып жатыр. Міне көрдіңіздер ме? Ары қарай ары бері өтуге болады, бірақ өте қауіпті. Мынау жырып-сырып майып қылуы мүмкін. Бұл жерге 23 миллион теңге бөлінген екен, оның барлығы халықтың ақшасы. Бала үшін өте қауіпті. Мына қараңыздар. Темірмен әйтеуір неғып қойған. Өте сапасыз. Сонда Көксу ауылдық округында миллиондаған қаржы бөлініп жатыр, ал балдарға жасалып жатқан жағдай мынау. Мердігер компания бір 5 жылдың ішінде бір гарантиясы бар ма? 1 жыл. 1 жыл ма? Өтіп кетті ол, Ол кезде ешнәрсе істемеді ма? Жоқ, соттасып болмады біраз. Не қылдыңыздар? Сот арқылы медиацияға келісіп, одан кейін барып қабылдап тастады. Медиацияға не үшін келістіңіздер? Жоқ, жасап берді одан кейін. Не жасады? Жоқ, мынаның бәрі екінші процесс істеді. Бұл екінші процесс деген ма? 2 жыл соттасып онымен. Не үшін медиацияға келдіңіздер? Жоқ, мынау істеп болғаннан кейін ол сотқа берді ғой. Енді қылмыстық іс қозғатпадыңыздар ма? Жоқ, әлде бір басқа нәрсе әсер етті ма? Жоқ, басқа нәрсе әсер етті. Қаржылай бір болған жоқ па ешнәрсе? Жоқ, ондай мүмкін емес. Енді мүмкін болмаса мынандай сапасыз дүниені қалай қабылдап алдыңыздар? Жоқ. Еден бәрі сапасыз. Жоқ, бала қай жерінде ойнайды? Кровляны көрсеңіз, әлі бір жерге кетпеген. Ал бізбен бірге салынған адамдар біраз ішіп кеткен, кровлясы кетіп қалған. Қай жерде кетіп қалған? Мысалы деймін да, бұл постоянно ойналып тұрған кезде бұл дефект болады ғой өзі. Яғни сіз мынау сорақылықты қолдап отырсыз. Қолдап отырмын деп айтқан жоқпын мен сізге. Адам жоқ дегенді айтып отырмын сізге. Таза Қазақстан. Келеді адамдар кешке жақын ойынға. Бала ойнаудың орнына қазір өзі 40 градус болып тұр, 40-30 50 градус болса да балаға жағдай жасалу керек еді бұл жерде.